Сәлеметсіздер ме? Сабағымыздың екінші тақырыбы мінездеме жазу үлгісі. Мінездеме түрлі мекеме, ұйым бірлестік, оқу орындарында белгілі бір адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағаздың бір түрі. Мінездеменің бірнеше түрі бар. Соның ішінде қызметтік мінездемеге тоқталып өтейік. Қызметтік мінездеме мінездеменің айрықша кең тараған және әмбебап формасы. Қызметкерді объективті әрі нақты мінездеу қажет болған жағдайда жазылады. Қорытынды бөлімі еркін стильде жазылады және құжат мазмұнын түйіндейді. Мінездеме қызметкерді басқа бір вакансияға не болмаса оқу орнына ұсыну мақсатында да жазылады. Мұнда ұсынылған адамның аталған вакансияға қажет деген мінез қасиеттері, кәсіптік шеберлігі айтылады. Мінездеменің келесі бір түрі ол аттестациялық мінездеме. Аттестациялық мінездеме белгілі бір адамның атқарып отырған қызмет орнына лайық еместігін тексеру мақсатында жүргізілетін аттестация қорытындысына сай жазылады. Мұндай мінездеме қорытындысында атқарып отырған қызметіне лайық, қызмет бабында жоғары қызметке ұсынуға лайық, немесе атқарып отырған қызмет орнына лайық емес деген сияқты түйінді сөздер жазылады. Аттестациялық мінездеме берілетін адам туралы қысқаша мәліметке мыналар кіреді. Тегі, аты жөні, туған жылы, білімі, мекемедегі жұмыс стажы, қазіргі атқаратын қызметі, диплом бойынша мамандығы немесе білім түрі, кәсіптік білім деңгейі, біліктілігі, қызмет бабында жеткен жетістігі мен кемшілігі жазылады. Сондай-ақ әлеуметтік психологиялық портреті жазылады. Мінездеменің келесі түрі психологиялық мінездеме. Әріптестермен қарым-қатынас жайлы, отбасы жағдайы, ұжымдағы орны, абыройы, сын көтеру қабілеті жазылады. Кей жағдайда денсаулық жағда айтылады. Қажет деп табылған жағдайда негізгі мәтінге шетел сапарлары, зерттеу жұмыстары, өз бетімен жүргізген жұмыстары, жетекшілік, ұйымдастыру қабілеті де кіргізіледі. Мәтін көбіне жай сөйлемдермен, қалыптасқан сөз орамдарымен, сөз тіркестерін, стандарт терминдерді қолдана отырып, басы артық қысқартуларсыз жазылады. Қорытынды негізгі мәтіннің түйінделген, жиынтықталған бөлігі болып табылады. Мұнда мінездеме беріліп отырған адамның перспективалық қызметіне байланысты 1-2 нақты ұсыныс енгізіледі. Негізгі мәтіннен кейін сөзін азат жолдан бас әріппен жазып, негізгі түйінді немесе ұсынысты атап көрсетуге болады. Мінездеменің келесі түрі жеке, яғни функционалды мінездемелер. Бұл адамның жеке басының мінезін, білімін, шеберлігін, икемділігін және тағы да басқа қасиеттерін сипаттай отырып жазылады. Қорытынды бөлімінде мінездеме не мақсатпен жазылған атап көрсетіледі. Мысалы, еңбек келісімін ұзарту, сол сияқты тағы да басқа. Мінездеме А4 форматты параққа жазылады. Көлемі бір беттен аспау керек. Мінездеме мәтіні компьютерде теріліп, кейін принтерден шығарылады. Тақырыпты өмірбаяндық мәліметтерді қорытынды мен негізгі түйінді үлкендеу шрифттермен белгілеуге болады. Кейде мінездемеге жоғарғы жағында мекеменің аты, логотипі, фирмалық белгісі көрсетілген арнайы бланкілерде де жазылады. Әр данасы есепте тұратын арнайы бланкілерге жазылған мінездемелер мінездеме беруші адамның және ұйым жетекшісінің қолымен расталады. Барлық мінездемелерге мекеме мөрі басылады. Мінездеме ресми стильде бейтарап тонмен жазылады. Мәтін баяндаушы ашық райлы етістікпен жасалады. Мысалы, беріледі, орындады, көріне білді, көрсетті деген секілді. Келесі біз мінездеменің мазмұндық құрылымдық жүйесіне тоқталатын боламыз.
Бұл жерде бірінші мінездеменің тақырыбы келеді. Екінші, мінездеме берілетін адам туралы қысқаша мәлімет. Үшінші, негізгі мәтін. Төртінші, қорытынды. Бесінші, мінездемені талап етуші ұйымның аты. Алтыншы, мінездеме берілген күні, айы, жылы. Жетінші, мінездеме берушінің аты жөні, фамилиясы, қолы. Сегізінші, қосымша, егер ол қажет болған жағдайда. Мінездеменің тақырыбы парақтың жоғарғы жағын ала, орта тұсына қарай үлкен әріптермен жазылады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын.